Сәлем барлықтарыңызға. Бүгінгі раскладымызды Ленорманд оракулымен бастайтын боламыз. Егер де таро картасын үйренгілеріңіз келсе, 36 карталықты үйренгілеріңіз келсе, жеке WhatsApp номеріме жазсаңыздар болады. Бүгінгі раскладымыздың тақырыбы сіздің қазіргі ситуацияңыз. Өткеніңізді көреміз бұл жерде, қазіргі сәтіңізді және сізге не істеуге болмайды және алдағы уақытта сұрағыңыз, мәселеңіз қалай шешіледі. Яғни өзіңіз әркім өз мәселесін ойласын, бұл жерде көретін боламыз. Бірінші, яғни сіздің характеріңіз көретін боламыз. Бұл карталар өткеніңізді көреміз және қазіргі сәтте сізге не істеу керек, соны көреміз. Одан кейін не істеудің қажеті жоқ, соны көреміз. Одан соң алдағы уақытта результат, яғни сіздің мәселеңіз қалай шешіліп, қандай результат болады, соны көретін боламыз. Енді бірінші сіздің өзіңізді көріп алайық. Дерево картасы бұл жерде. Сіз отбасылы болуыңыз мүмкін, тұрақталған болуыңыз мүмкін бұл жерде. Жалпы айтқан кезде сіз жалпы дамыған адамсыз. Қазір білім алу үстіндесіз ба, жоқ бірдеңені ізденіс үстінде, жұмыс мәселесі жағынан ізденіс деген сияқты болуы мүмкін бұл жерде. Яғни қазіргі сәтте сіз біреуді ұнатып тұрсыз, болашаққа деген жаңағыдай үмітіңіз бар. Қазір екі ойлы болып тұрсыз бұл жерде. Не таңдау жасарыңызды білмей тұрсыз, шешім қабылдауды білмей тұрсыз бұл жерде. Яғни сіз бұл жерде өміріңізде бір өзгеріс нәрсе болып жатқан болуы мүмкін. Алдағы уақытта немесе бір өзгеріс күтіп тұр, немесе қазіргі сәтте өміріңіз өзгеріп жатыр. Жұбыңызбен қарым-қатынас тоқтады, немесе жаңа жұппен қарым-қатынас жасап жатсыз, немесе сіз қазір қандай ер адаммен қарым-қатынас жасаған дұрыс деген сияқты. Екі ер азамат болуы мүмкін айналаңызда. Яғни сіз қазір таңдауда тұрсыз. Не істеріңізді білмеу, таңдау жасай алмау деген сияқты карта түсіп тұр бұл жерде. Енді бірінші, екінші, үшінші тастаған карталарымыз бұл жерде сіздердің өткен сәттеріңіз қазіргі сәтке қалай әсер етіп жатыр. Өткен сәтіңізде және өткен сәтіңіздің сізге қазірге жаңағы влиянесі. Өткен сәтіңізде сіздерде отбасылық өмір болған болуы мүмкін, жақын адамыңыз сатып кеткен болуы мүмкін, сеніп отырған ер адамыңыз, яғни өміріңізде жаңағыдай сізге кішкене измена жасаған болуы мүмкін деп көрсетіліп тұр. Бұрын отбасылы болған болуыңыз мүмкін. Бір емес, екі рет отбасылы болған болуларыңыз мүмкін. Кейбіреулеріңіз немесе біреуіңізде екі жігіт болған болуы мүмкін. Не обязательно бұл жерде отбасы деп айта алмаймын, бірақ бұл жерде сізді сатып кеткен адамдар болған болуы мүмкін. Бір емес, бірнеше, яғни сенген адамдарыңыз сіздің үмітіңізді ақтамағандығы көрсетіліп тұр өткен сәттерде сіздерде. Енді төртінші, бесінші тастаған карталарымызды сіздер дәл қазіргі сәтте не істеулеріңіз қажет? Қазіргі сәтте сіздерде хабар күтіп отқан болуларыңыз мүмкін. Бір жерден мәселеңізге байланысты жұбыңыздан хабар күтіп отқан болуыңыз мүмкін. Бір ер адамнан хабар күтіп отқан болуыңыз мүмкін. Егер де сіз жаңағыдай нақты бір өзіңізге нақты жауап алу үшін, яғни бір ер адам сізді екі ойлы қылып қойған болса, соның нақты сезімі бар ма, жоқ па, не бар, не жоқ деген сияқты бір жерден хабар алу, немесе ер азаматқа хабарға шығуыңыз түсіп тұр өзіңіздің. Бұл общий расклад болғандықтан, қыздар, бұл
кейбіреулеріңізге тура келеді, кейбіреулеріңізге тура келмейді. Яғни сіз қазір біреуден хабар күтіп отырсыз, немесе өзіңіз бірінші хабарға шығайын деп тұрсыз. Қазіргі сәтте одан кейін бір ер адамнан хабар алуыңыз мүмкін дедік, және ер адам туралы хабар алуға тырысу. Тарологтарға жүгінсеңіз де болады. Бұл жерде как раз сіздің дәл қазір не істеуіңіз керек, шешім қабылдай алмай жатқандарыңызға, бір шешім қабылдауларыңызға осы таро картасы таңдау жасауға көмектеседі. Яғни ситуация алдағы уақытта қалай дамиды деген сияқты осылай көретін боламыз. Және 7-ші, 6-ші тастаған карталарымызда бұл жерде сіздерге не істеуге болмайды. Қазіргі сәтте сізге не істеуге болмайды. Яғни қазір сіздерге қулық жасауға болмайды. Как будто жаңағыдай егерде қулық жасасаңыздар, бумеранг болып өздеріңізге баруы мүмкін. Қазір қулық жасасаңыздар, яғни жақын арада қайтпауы мүмкін бумеранг сіздерге, но бірақ ұзақ болашақта алдағы уақытта сіздің армандарыңызға кері әсерін тигізуі мүмкін деп көрсетіліп тұр. Яғни қулық ойламаңыз, алдау деген нәрсе болмасын деген сияқты сіздерге қазір сондай предупреждение сияқты көрсетіліп тұр. Енді 8, 9, 10-ші карталарымыз бізде алдағы уақытта сұрағыңыздың жауабы, результаты қалай болады көретін боламыз. Результаты бұл жерде көбілеріңізде ойлаған нәрселеріңіз жүзеге аспауы мүмкін. Көбінесе ұрыс болуы мүмкін бұл жерде. Жұбыңызбен қарым-қатынас мүлде бітуі мүмкін деп көрсетіліп тұр. Бір сіздердің дамытып жатырған нәрселеріңіз, бизнестеріңіз тоқтап қалуы да мүмкін деп көрсетіліп тұр. Яғни ойлаған ісіңіз аяқталады, но бірақ сізге бір зиянын тигізеді деп айта алмаймын, бірақ конфликтпен аяқталуы мүмкін ойлап тұрған ісіңіз, бірақ сізге жаңағыдай зиян да келтірмейді, пайда да келтірмейді. Яғни расчет деген сияқты нәрсе болайын деп тұр. Егер де жеке қаласаңыздар, жеке WhatsApp нөмірмен шықсаңыздар болады. Кез келген сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар. Ұнаса лайк басыңыздар. Қандай тақырыпта видео түсіргенімді қалайсыздар, оны да жаза кетіңіздер. Таро картасын үйренгілеріңіз келсе, үйретемін, қалай ашу керек, қандай сұрақтар қою керек деген сияқты. Және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.